Ассалаумағалейкум достар, құрметті көрермендер. Міне бүгін сіздерге өте керемет бір талдың көшеттерін көрсеткім келіп отыр. Бұл талдың аты павловня. Бұны қазақша адам ағашы деп те айтады. Жалпы бұл ағаштың ерекше тұстары өте көп. Дәл қазір біздің уақытымызда 21 ғасырда адамдардың барлығы өте асығыс. Не жасаса да тез болса дейді, тез байып кетсем дейді, тез барлығы тез болғанын қалайды. Жалпы сондай жылдам барлық нәрсені тез қалайтын уақытта, сондай бір асығыс кездерде тал еккен талымыздың өзі жылдам өссе, жылдам осының жемісін жесем екен, барлығы жылдам болса екен деген сияқты адамдарда қазір психология қалыптасқан. Енді оны да түсінуге болады. Қазір адамның өмірі жаңағыдай 60 жас, 70 жас, соның өзі қазір адамдарға өмір сүруге жетпей қалып жатыр. Енді өмірімізді әрине құлшылықпен өткізетін болсақ, ол өмір бізге бәрімізге жетеді. Қанша жыл өмір сүрсек те, енді бір Алла біледі оны, қанша жыл өмір сүретінімізді, бірақ та құлшылықпен өткізетін болсақ, барлығы жақсы болады деп ойлаймын. Енді менің сіздерге бұл көрсетіп жатқан ағашымның қасиеттерін айта кетейін. Оның бір қасиеті, бұл ағаш сондай бір жылдам өседі. Енді Аллахтың қалауымен, әрине суын беріп баптап отырсаңыздар, бір жылда 1,5, 2 метр, 3 метр, 7 метрге дейін өсіп кетіп жатқандары бар. 7 метр дегенді өзім көрген жоқпын, бірақ естіп жатырмын. Бірақ 2 метр, 3 метрге дейін өскендерін оны көріп жатырмыз. Міне бұл ағаштың тағы бір керемет тұсы, жылдам өскенімен қоймай, бұның ағаштары жаңағы 4 жыл, 5 жылдық ағаштарын алып, өте сапалы, мықты жаңағыдай мебель жасасаңыздар болады. Одан кейін бұның тағы да бір артықшылығы мына жапырағында, жапырақтарын байқасаңыздар, міне жуан болып тұр. Ол жапырақтарын 4 түлік малымыздың барлығы жей береді. Оны жегізіп көрдік, барлығын жейді. Және де бұның өте бір пайдасы жаңағыдай гранула жасауға болады. Бұның жапырақтарынан алып, басқа да жемдермен араластырып, жаңағыдай не қылып, қысып, тығыздап, сондай гранулалар жасауға болады. Бұны жаңағыдай жылдам өскенімен қоймай, бұны жылдам көбейтуге болады. Бұны қалай көбейтеді десеңіздер, міне мына байқасаңыздар, дәл қазір бұның көбейіп жатқаны, міне қаламша қылып кесіп алған, бұл тамыры. Тура осыны аласыздар да егесіздер. Биыл қазір, дәл қазіргі уақытта көктемде ексеңіздер, Құдай қаласа күзге қарай 2 метр, 3 метр болып өсіп, жақсылап қарасаңыздар, суын беріп қарасаңыздар, 2 метр, 3 метр болып өседі. Сол өскеннен кейін барып, күзге қарай талдар ұйықтаған кезде, жапырақтары қурап түсіп, ұйықтағаннан кейін, жаңағыдай бүкіл тамырымен қосып, қопарып, жаңағыдай тамырын аламыз. Сол тамырын мынадай қаламша қылып кесіп, осындай, осы саусақтан кішкене ұзындау қылып, бір 10 сантиметр, 10-15 сантиметр қылып кесіп алып, соны суға салып, тамырлатып, осылай өндіріп аламыз. Сөйтеміз де оны ары қарай көбейтіп, үлкен көлемге егіп кете беруге болады. Міне бұның бір жақсы жері, бір рет сатып аласыздар, және де оны сол технология бойынша ары қарай көбейтіп кете бересіздер. Қайта сатып алып, шығындалудың қажеті жоқ. Бір жылы аласыздар, егесіздер, и соны ары қарай көбейтіп кете бересіздер. Одан кейін мынандай бір қазір ой ұсынайын деп тұрмын сіздерге. Мысалға, мына шет мемлекеттерде былай жасайды екен, 10 гектар жеріңіз болса, мысал үшін 10 гектар жеріңіз болса, сол 10 гектардың 1 гектарына осы жылы егесіздер 23-те, екінші гектарына келесі жылы егесіздер, әрине тамырынан көбейтіп кете бересіздер. Солай әр жылы әр гектарына егесіздер, солайынан 10 жылда 10 гектарды толтырасыздар. Сол 10 гектардың 5-6 гектарын толтырып атқан кезде, бірінші гектары, ең бірінші еккен сол дайын болады сіздерде. Ағаштары жуандап, 6 жылда, 5 жылда дайын болады. Соны алып, ары қарай жаңағы сапалы, мықты мебелдерді жасай берсеңіздер болады, жиһаздарды. Солай екінші жылы келесісі дайын болады, одан кейінгі жылы үшіншісі дайын болады. Сол үшіншісі, екіншісі дайын болған кезде қайтадан біріншісінен өсіп шығады. Бұның бір жақсы жері, осылайынан кесіп тастасаңыздар, ол одан сайын қатты өседі екен. Сондай бір артықшылығы бар екен. Және де бұны бірінші жылы мысалға тамырынан көбейтпеймін десеңіздер, өсе берсін дейтін болсаңыздар, бірінші жылы
Мысалға күз болады, күзде көктемге дейін тұрады, бірақ ертерек талдар әлі көгермей тұрып, сол 2 метр 3 метр өсіп тұрған талды тура мынау топырақ болса, осының бетінен тура осылайынан бүкілін кесіп тастайсыздар. Сол кезде бұл тамырға күш алады да, бұл одан да 2 есе қатты өседі. Бірінші жылы 1,5 метр 2 метр өскен болса, бұны жаңа технический срез дейді. Технический срез полный кесіп тастаған кезде бұл 4 метр 7-8 метрге дейін қатты өсетін болады. Сондай күш алып өсетін болады. Солай бірінші жылы толықтай кесіп тастайсыздар. Солай ары қарай өсіп кете береді. Жаңағы 10 гектарды солай бір айналымға салып қойсаңыздар, өздеріңізге өте керемет табыстың көзі болады. Қазіргі уақытта көп адамдарда жерлері бар, сулары бар, бірақ не егерін, не істерін білмейді, бекерге жатыр. Сол жерлеріңізді игеріңіздер. Құдай қаласа осындай талды егіңіздер. Бұл шет мемлекеттерде өте қатты дамыған, және де бұның әрбір ағашы $100 мен $300 және одан да қымбат бағаларда сатылады шет мемлекеттерде. Оны өздеріңіз кейінірек бейнероликтер іздеп, интернет желісінен іздеп көре берерсіздер. Бірақ та сондай ақпараттар бар. Құдай қаласа осыны егіңіздер, осы талды өсіріңіздер, бекерге жерді құр босқа жатқызбаңыздар. Қазақта жер көп, оны білесіздер, өздеріңізде де бар деп ойлаймын. Жоқ болса, әкімшіліктерден сұраңыздар, алыңыздар, егіңіздер, дамыңыздар. Құдай қаласа, Қазақстанымыз көкпеңбек мықты ел болуына атсалысыңыздар. Құдай қаласа, және де бұл ағаштарды енді мен де сатып жатырмын. Ол бір жаңағыдай менен алыңыздар деген әңгіме емес. Мен басқа да бейнероликтерде де әрдайым айтып отырам. Бұл менің жарнамам болғанымен, менен ғана ал, менен ғана мен байын деген нәрсе емес. Бұны сатып жатқан кісілер бар. Өздеріңізге жақын жерден іздеңіздер, таппасаңыздар хабарласарсыздар. Міне осындай талдар көшеттері бар, бағалары 700 теңгеден. Құдай қаласа алыңыздар, қай жақтан алсаңыздар да алып егіңіздер. Мүмкін менен де арзан сататын адамдар бар шығар. Оларды табыңыздар. Егер менен көбірек алып атсаңыздар, мен бағасын тағы да түсіріп бере алам. Құдай қаласа алыңыздар, егіңіздер, көркейтіңіздер. Бұл әрине көмір қышқыл газын жұтып, таза ауа, азот таза ауа береді. Мына қазіргі айдап жүрген машинелеріміз, басқаларымыз тек зиян шығарып жатыр. Ал бұлар сол зиянды жұтып, бұлар сондай таза ауа шығарады. Оны барлығыңыз білесіздер. Құдай қаласа, осы бейнеролик ұнаған болса, өздеріңіздің лүпілдеріңізді басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып, біздің арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де осы бейнероликті басқа да достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар. Так, мынау 3 жылдық Павловния. Где-то 10 метр болған бұл. Мынау 1 жылдық. 7 метр болған. 1 жылда 7 метр өскен.